Құрметті оқырмандар, сіздердің назарларыңызға Аруна баспасынан шыққан «Даңқты адамдар» кітаптар топтамасын ұсынамыз. «Даңқты адамдар» топтамасымен шыққан кітаптар оқырмандарға әйгілі адамдардың өмірі мен шығармашылығы туралы көбірек білуге мүмкіндік береді. Бұл басылымдардан оқырман өмірбаяндық мәлімет алып қана қоймай, сонымен қатар әлемдік тарихта жарқын із қалдырған танымал адамдардың өміріне қатысты қызықты мәліметтермен таныса алады. Керей мен Жәнібек хандар қазақ хандығының негізін қалаушы ұлы екі тарихи тұлға, қазақ тарихында айрықша із қалдырған хандар. Абылай хан 1771-1781 жылдар аралығында билік құрған қазақ хандығының 18-ші ханы, қазақ ордасының тарихындағы ең ұлы хандардың бірі. Өр рухты Абылай хан қазақ тарихындағы бірегей тұлға, Кенесары ханның атасы. Кенесары Қасымұлы мемлекет қайраткері, әскери қолбасшы. Ұлт азаттық қозғалысының көсемі, қазақ хандығының соңғы ханы. Бұл кітапта ұлт азаттық қозғалыстың көсемі Кенесары Қасымовтың күреске толы қаһармандық өмір жолы жан-жақты баяндалады. Ұлы ақын, ағартушы, жазба қазақ әдебиетінің, қазақ әдеби тілінің негізін қалаушы, философ, композитор, аудармашы, саяси қайраткер Абай Құнанбаевтың мол мұрасы жас ұрпаққа асыл қазына. Бату хан Шыңғыс ханның немересі, Жошының екінші ұлы, Дешті Қыпшақ даласын, Ресей еуропалық бөлігін, Балтық теңізінің шығыс жағалауын, Польша, Венгрия жерлерін қамтыған Алтын Орданың негізін қалаушы. Микеланджело Италияның атақты шебері, суретші, мүсінші, сәулетші әрі ақын. Ол өзінің сомдаған мүсіндеріне өлең жазды. Римдегі ең үлкен әулие Петр соборының жобасын қайта өзгертіп, дүние жүзінде теңдесі жоқ әдемі күмбез орнатты. 20 ғасырдың ұлы тұлғасы Пикассо өмірін Испания жерінде өткізген. Ол суретші, сәулетші, дизайнер, кубизмнің негізін қалаушы. Аристотель ежелгі грек философы, адамзаттың бірінші ұстазы деген құрметті атаққа ие. Ол ғылым мен парасаттың көптеген тақырыптарын жүйелі зерделеп, жаратылыс пен өмірдің түрлі құбылыстарына нақты ғылыми зерттеулер жасап, артына сүбелі еңбектер жазып қалдырған. 20 ғасырдың алғашқы жартысында өмір сүрген ең әйгілі тұлғалардың бірі Эйнштейн. Көзі тірісінде көптеген жетістіктерге жеткен ғалым, Нобель сыйлығының иегері. Оның 300-ге жуық ғылыми жұмысы мен 150-ге жуық кітабы, сан алуан мақалалары білімнің әр саласын қамтыған.